Ассалаумалейкум, YouTube каналымның подписчиктері. Мынау енді тамшылату жағынан көп сұрақ болып жатыр. Instagram, Facebook'та да, TikTok'та да жазып жүрген жігіттер көп сұрап. Енді олар жалпы айтқанда барлығыңыз көпсіздер. Мен жалғызбын, оның бәріне жауап беріп үлгере алмаймын, бірақ бір кішігірім видеомен түсіндіре кетейін енді жалпылама. Мына құдық кәдімгі бурмен қазғанбыз, 3 бала болып, мынау 60-тық труба, кәдімгі 60-тық труба. Ешқандай обсадной жоқ, мынау әшейін Еврокуб почканың крышкасы, әшейін былайынан қоя салғам, мына жер лай болып кетпесін басқанда деп. Бұның еш қатысы жоқ. Мына 11 метр қаздық жерді, сосын осындай 60-тық трубаның басын үшкіліп, жан-жағын 70 сантиметрдей высотада, мынандай 70 сантиметрдей жерін тесіп сваркамен. Жоқ, сваркамен мен айтпақшы, болгаркамен тесіп берді, сварщик жігіттер. Сонымен қағып жібердік. Сонымен аралап кесіп алып тастадық майысқан жағын. Жалпы 11 метр қазылды, сөйтіп 1 метрдей қағып жібердік. Тасқа жеттік. Осыдан енді тұщылау су шығып тұр, тап-таза. Бір күн қаздық, ертесінен әбетке дейін, жалпы кешке дейін трубасын қойып, су шығарып алдық. Енді осыған мынандай 25 труба дейді, біреулер 32 деп жатыр, енді біз 25 деп айтамыз өзіміз. Осындай сала салдым, басында обратный клапана бар, суды жүйек болмайды ары қарай. Осының ішіне су толып тұрады постоянно. И мына кішкентай ғана насос қойып тұр. Бұл енді бір 10 жыл бұрын ақ болған, теплица керек болады деп. Бұның алдында үлкендеу электрический насосым бар тұғын. Оның мынандай жерде сальный кетіп қалды, қалаға барып істетіп келу керек болып тұр мастерлерге. Пока уақыт болмай тұр енді оған. Енді осы кішкене насосты қосып, мынандай краник қойып қоя салдым. Бұның негізі қойған себебім жай кешке таман алып қайтып жүрмін насосты ұрлап кетпесін деп. Мына жерден нақтылап қала саламын да шланганы. Сол себепті осыны краник қоя салдым. Бұл бірақ не обязательно былайша айтқанда. Осы құдықтың несі. И бұл былай шығады да. Мына жерде бір 8 жыл болып қалды деймін, фильтрді алғанма. Білмеймін, нақты есімде жоқ. Осында кішкене ғана фильтр тұр. Осы суды сүзіп, мусорын алып қалып отырады. Мына жерден выход шығарып қойдым. Енді өзіміздің су ішкенге жалпы мынандай суақ тұр, тап-таза болып. Ішіп жүріп бұны. Керемге суақты бүйтіп жауып қоя саласыздар. Осындай. Енді тесігіне келетін болсақ, мысалға қазір мынау су жібердім. Қанша су кетеді әр түпке деп жатады, енді оны есептемейміз. Жалпы мынау әр тесіктен, егер насостың давлениесі жақсы шығып тұрса, жетіп тұрса суға, бір тесігі 1 литрде 600 грамм су тамады. Әр тесігіне 1 сағатта. Енді ол қазір насосым кішкентай. Енді бір где-то 1 литрде 200 грамм или 300 граммның шамасына тамады деп жүрмін. Енді былай нақты есептеп көрген жоқпын, бірақ заводтан солай шығып келеді. Жазылып тұрады сыртында. И 10 сантиметрлік тесіктері. Бұл заводской тесік болады, ешқандай қолмен тесілмейді. Білмейтіндер болатса, сұрап жатыр. Бұны тесуге болмайды, өзінің заводской тесіктері болады. Осының ішінде микрофильтр болады. Өзі суды реттеп, жіберіп тұрады осылай тамшыларды. Басына мынандай краник қоясыздар, керек емес уақытта былайынан жауып қоя саласыздар. Енді мынаны кеше 2 сағаттан суарып жатырмын. Бөліп, өйткені насосым кішкентай болғаннан кейін жалпылама су жетпейді барлығына. Сол себепті 4 шектен суарып жатырмын. Міне 2 сағаттағы зәктеген осы. Тамшылатудың бір жақсы жері суды үнемдейді. Онкен жердің қыр-тегістеріне қарамайды. Сосын өзіне қажетті, осы өсімдіктерге қажетті тыңайтқыштарын да бере аласыздар осымен. Жалпылама айта беретін болсақ, бұның плюстері көп. Мына қазір где-то бір 2 сағаттай болып қалды қосқанына, міне уже зәгі шығып, зәктеп кеткен қатты. 3-4 арықтан 3-4 жүктен суарып жатырмын. Асты бәрі лай уже толқылдап тұр. Суару уақытын айтатын болсақ, өткендерде күн салқын кезде
4-5 күнде бір аптада бір суарып жүрдім. Қазір бізде күн ыстық. Сол себепті күніне бір мезгіл или 2 күнде бір мезгіл суарып жүрмін. Ал суару уақыты жаңа айттым ғой, 2 сағаттай ғана су салам әр жекке. И сонымен жақсылап зәктеп, өйстіп аман есен жақсы өсіп жатыр. Осы жүйектердің арасында өткендегі видеода айттым, 1,5 метр. Ертең бұл әлі өседі. Сөйтіп мынау өсіп үш жерге дейін келетін болады. Сонымен мына аяқтағысы мына бетке келеді, сонымен бір аяқ жол қалады. Жаңа алдында көрсеттім ғой, енді ешқандай бошка жоқ. Прямой беріп жатыр суды құдықтан. 12 метр тереңдіктен шығып тұрған құдықтың мұздай суына осылай аман есен жақсы өсіп жатыр. Мен жылда егем, енді әркім әртүрлі айтады, бірақ мен ешкімді тыңдай бермеймін. Жалпы өз ойым, өзім технологиям бар. Сол себепті былайша айтқанда өзім білгенмен істеймін. Мына қызанақтарға, қияларға ешқандай удобрение берілген жоқ әлі. Тек құрттарға қарсы кішкене дәрі шашып шықтым листовой. Енді алла қаласа, үйде бошкам бар, Еврокуб 1 тонналық. Соны әкеп жақында орнатам, и удобрение беретін болам алдағы уақыттарда. Осы міне тамшылатудың бір жақсы жері жердің қырсайына қарамайды. Мысалы, менің жерімде идеальный емес, қырсай, и былай қарап уклон. Былай қарап 70 сантиметр или 80 сантиметрде уклон бар. Гидроөрмен ататын болсақ негізінде. Бірақ соған қарамастан міне жерді суарып өнім алып жатырмық. Былтыр көктемде тек қана қияр еккем, жалпы күзге дейін. Бірінші дугамен еккен қиярдан 12 тоннадай өнім алдым, күздіктен 8 тонна өнім алдым. Жалпы 20 тонна огурцы алдым осы жерден. Мына жай 24 соттық, бірақ мынандай жол қалдырғанбыз. Ертең қазір шөп басып тұр кішкене. Жалпы осы жер жол, и аяқ жағында кішкене жолы бар. 20 соттықтай жеріне егілді, сол жерден жалпы 20 тонна огурцы алдым. Міне осындай игілік жерді жақсылап қолданып, жақсы өнім алуға болады. Анау бордақы малдардың қиларын төктіріп жатырмын. Ертең мына жерде жинап біткеннен кейін осы жерге погрузчик трактормен төсеп шығам, сосын айдап тастап қыстай жататын болады. Жалпы көңіп төккен жақсы, жерді құнарландырып тұрады. Міне істеңіздер, өйстіп осындай бір кішкене де жерден де әжептәуір өнім алуға болады.